Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жусайдан чебуреки дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Енді өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Бізге алдын ала електен өткізілген ұн және де ыстық қайнап тұрған су қажет болады. Суымызға жарты шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз және де ұнымызға құйып жұмсақ қамыр илейміз. Алғашында ұнымыз бірікпеуі мүмкін, бірақ содан соң жақсылап илейтін болсақ, жақсы бірігетін болады. Енді аз ғана мөлшерде сұйық майымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз дәл осылай жұмсақ болып шығады. Осымен қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Жусайымызды алдын ала жақсылап жуып тазартып аламыз және де ұсақтап тураймыз. Жусайымызды міне дәл осылай турап алдық. Енді бөлек таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Дәл осы кезде табамызға сұйық майымызды қосып, майымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған табаға жұмыртқалы массамызды қуырып аламыз. Жұмыртқамыз қатты пісіп кетпей тұрып, дәл осылай араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, енді келесі кезекте турап дайындап қойған жусайымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, шамамен 2-3 минут қуырамыз. Екі-үш минут қуырып болған соң, енді жусайымызды бөлек ыдысқа салып аламыз және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Осымен біздің чебурекидің салмасы дайын болды. Енді келесі кезекте чебурекидің қамырын дайындайтын боламыз, яғни бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Мен үлкен чебуректер дайындайтын болғандықтан 8 бөлікке бөлдім. Бөліп алған қамырымызды дәл осылай қолымызбен домалақтаймыз. Енді қамырымызды жайып, ортасына салмасын салып, чебурекиімізді түйеміз. Қамырымыз кішкене жабысуы мүмкін, сондықтан да кішкене ұн сеуіп жаямыз. Салмамызды дәл осылай қамырдың шетіне қарай саламыз және де қолымыздың көмегімен дәл осылай шеттерін басып шығатын боламыз. Сонда майға түскен кезде шеті ашылып кетпейтін болады. Қалған чебуректерімізді де дәл осылай түйіп шығатын боламыз және де шетін осылай басып түйіп болған соң, енді әдемілік үшін вилкамен басып шығатын боламыз. Дәл осы кезде алдын ала табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып қойғанымыз жақсы, сонда біздің чебуректеріміз тез-тез пісетін болады. Енді табамызға чебуректерімізді салып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Чебуректерімізді қатты қызартып пісірудің қажеті жоқ, дәл осылай кішкене қызарған кезде екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Қалған чебуректерімізді де дәл осылай пісіріп аламыз. Осымен біздің оңай әрі тез дайын болатын жусаймен жасалатын чебурекиіміз дайын болды. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.